Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 124-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Я дыбысымен әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен я әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында я әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Я әрпін көркем жазасың. Балалар, бүгін біз сауат ашу сабағынан салт дәстүр және ауыз әдебиеті деген үлкен тарауды бастаймыз. Қазақ халқының салт дәстүрлері өте көп. Ал халық ауыз әдебиетіне біз мақал-мәтелдер, төрттілік жырлары, батырлар жыры, шешендік сөздер, аңыз, жаңылтпаш, мысал, ертегі, жұмбақ жататынын білеміз. Аңыз кейіпкерінің бірі Алдар Көше. Алдар Көше қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері, ақылды айлакер, зерделі қу. Алдар Көше әлсіздердің жақтаушысы болған. Ол ел үстінен күн көруге машықтанған саудагерлер мен сараң байларды аямай алдап соғып келеке еткен. Бүгін Алдар Көше бізде қонақта. Ол бізге жұмбақ әкеліпті. Қане шешіп көрейік. Қалқиып ұзын құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Ол не деп ойлайсыңдар балалар? Енді балалар, қоян деген сөзге қарайықшы. Бізге таныс емес. Қандай дыбыс тұр? Қандай әріпті көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Я дыбысымен әрпі. Бүгін біз я дыбысымен әрпімен танысамыз. Қане айтып көрейікші. Я. Я деген дыбыс айтқан кезде балалар, я дыбысы созылып айтылады екен. Өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырамайды. Сондықтан да я дыбысы дауысты дыбысқа жатады. Бірақ біз я деп айтқан кезде қанша дыбыс естіліп тұр? Дұрыс айтасыңдар балалар. Я дыбысын айтқан кезде екі дыбыс естіледі екен. И мен а дыбысы. Сондықтан да я дыбысы қосарлы дауысты дыбысқа жатады. Осыны есте сақтайық. Енді мына сөздерді біз айтқан кезде екі дыбыс естиміз. Ұя, бояу, аяқ дегенде. Бірақ жазылған кезде балалар я деп айтылғанмен оның орнына я әрпі ғана жазылады. Сонда ұя, бояу, аяқ деп қатесі жазып үйренейік. Енді мына сөзге қарайық. Ядро. Ядро орыс тілінен енген сөз. Я әрпі сөздің басында тұр. Ядро туралы балалар біз жоғарғы сыныптарда физика, география сабақтарында білетін боламыз. Қоян. Қоян деген сөзде балалар я әрпі сөздің ортасында кездесіп тұр екен. Тақия. Тақия деген сөзде я әрпі сөздің соңында тұр. Балалар, я дыбысы дауысты дыбыс екен. Ол сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі екен. Бірақ я әрпі сөздің басында көбінесе орыс тілінен енген сөздерде ғана кездеседі. Енді я әрпі бар сөздерді оқиық. Аяқ, таяқ, аяз, саяз, қоян, шаян, қияр, пияз, тақия, зиян. Сонымен балалар, бүгін Алдар Көше туралы біз тағы бір әңгімемен танысамыз. Бұл әңгімеміздің аты Алдар Көше мен бай баласы деп аталады. Бір күні
алдар далада жаяу келе жатса, алдынан бір салт атты китеше кетеді. Амандық айтып жөн сұрасқаннан кейін, атын кім дейді жаңағы кісі алдарға? Атым Алдар. Ей, сен әлгі алдамшы алдармысың? Иә. Қане мен алдашы? Ойбай деп санын бірақ соғады алдар. Алдау шала таяғым, үйде қалып қойыпты. Атыңды бере тұршы, алып келейін. Бай баласы түсіп атын береді. Алдар бұлай шыға беріп, алдаған деген осы болады, қош бол деп шаба жөнеледі. Бай баласы алданғанын сонда ғана біліп, санын бірақ соғады. Балалар, әңгіме сендерге ұнады ма? Алдар көше туралы тағы не білетініңді айтып көр. Мәтіннен я әрпі бар сөздерді тап, оларға дыбыстық талдау жаса. Дәптерімізге балалар я әрпінің бас әрпі мен кіші әрпін жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 27-ші бетіндегі я әрпінің бас әрпі мен кіші әрпін және я әрпі бар сөздерді көркем, әдемі етіп жазайық. Жарайсыңдар балалар, іске сәт.